біздің қоғамда бір дұрыс психолог жоқ екен. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін сіздермен алғаш рет масштабный рост подкастына біз 7 жылдық тәжірибесі бар психолог, эксперт, маман Мариям Авасхановнаны студиямызға қонаққа шақырдық. Жалпы Мариям ханым, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет, қош көрдік. Әйтеуір жеттім. Неге жеттіңіз? Бұл менің 2 жылдық арманым еді. Сізді көндірген күннен бастап өзімде ішкі күйім қобалжыдым, тамақ өткен жоқ, ұйқы келген жоқ. 2 жылдық арманым еді. Машалла. Сізді эксперттілігіңізді көргеннен бері осы әйел бізге керек. Осы әйел біздің әйелдердің санасын өзгертуіне, өмірге көзқарасын өзгертуіне, шынымен тәжірибесі бар маман екеніңізді көрсеткім келгені бері 2 жыл өтті. Машалла. Қаншама тарттым сізді, бардым қасыңызға. Білесіз соларды. Последний бір айдың бері звондап, жанымды қоймай шақыра беріп, әрең көндіріп, рахмет шақырғаныңыз үшін. Қазір енді келгенім қуанып отырмын. Қош келдіңіз. Рахмет. Қазіргі кезде ең қымбат ресурс уақыт дейді. Уақытыңызды арнап, біз үшін айналамыздағы әйелдерді өзгерту үшін өз үлесіңізді қосуға дайын болғаныңызға Алла тағала разы болсын. Сізге де. Өзіңізді таныстыра кетсеңіз. Ассалаумалейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Осы подкастымыз дегіміздің шыққандарды жүреге жетіп бара алатын подкаст етуін Алланы тілеп қаламыз. Мен Мариям Авасхан қызы, 7 жылдық тәжірибем бар. Өзім үстімде ізденіп жатқаным 10 жылдан асты. Өзім санамды дамытып, жүрегімді ашып, бұл өмірге не үшін келдік, мен кіммін, не үшін өмір сүріп жатырмын деген сұрақтарым мені осы күнге жетелеп алып келді. Осы күнге дейін Аллаға шүкір 15 отбасының ажырасуға деген ойын өзгертуге, бірлесіп кетуге себепші болған. 1000-дан асқан әйелдердің жүрегі мен санасын ашуға себепші болған. Сол кезімде сізді кездестірмегенім. Қайырлысы. Одан бөлек бизнесмендер мен бизнес ледилерге қажетті болған бағытын көрсете алатын альхамдулилля коуч, психолог, қалыпшынас осындай дәрежеміз Алла жеткізді, Құда қаласа. Бұл жолға келуіңізге не себеп болды жалпы?